Махаббат ертегісі 26 бөлім. Бүгінгі эпизодта өз басым жылап отырып көрдім. Махир мен Жанпиза некелерін мұсылманша қияды. Заңды емес, әзірге мұсылманша ретінде. Кушат байлаулы тұрған жерден қашып кетіп, Рашидке мойны мен қолын көрсетеді. Мен сені өлтірем деген мағынада. Рашидтің ашуы келеді. Ал мында тойда Жанпиза мен Махир өте көңілді, бақытты, барлық туысқандары, атасы, барлығы тілек айтып жатыр. Ашуланған Рашид сразу орнынан тұрып хабарласады. Рашид: Кушат, сен қайдасың? Неге қаштың? Мен сені өлтірем ұстасам дейді. Ал мында ешкім білмейді мында не болып жатқанын. Әжесі өзінің ақ тілегін айтып жатыр. Мәңгі бақытты болуын тіледі Жанпиза мен Махирге. Тіпті атасы да барлығы, және некелес болғаннан кейін мен сендерге үлкен қонақ үй дайындадым, сол қонақ үйге барыңдар деп осы жерде айтып жатыр. Ал Салик болса: Рашид аға, жүріңіз дейді, шаршадым деп жатыр. Ал Перман әйелі екеуі ағасымен сөйлесіп жатыр. Енді тезірек Жанпизаны әкелу керек, әйтпесе Сланы олар өлтіріп кетуі мүмкін. Ана делғылы Сланы қашан бізге қайтарады дейді. Осы жөніндегі жоспарларын барлығын айтып жатқан кезде әкесі естіп қалады. Сендер мені ақымақ еттіңдер ме? Сендер мені не істеп жүрсіңдер деп айқай шығарған кезде Перман мен оның қызы, яғни қарындасы, барлығы телефон ар жағынан естіп жатады. Енді не істейміз деп. Осы кезде шапалақпен өз ұлын тартып ұрады. Сендер оңбаған арсыздар екенсіңдер. Өз қызыңды ана еркектің қолына қалай ғана беруге дәтің бардыңдар. Қызың да шешесі сияқты арсыз, сен де арсызсың деп аузына келген етеді. Перман мен әйелі не істерлерін білмей, енді қайттық, енді не істедік деп тіпті қорқып кетті. Осы кезде тапаншаны шығарып өз ұлын атып жіберді. Ал мында қызы, яғни қарындасы, шок болып есінен танып жылады. Перман да не істерін білмей, қандай күйге түскенін ойлады. Бізді де өлтіреді деп жатыр. Ал мында қолын қанға бөккен ұлы әкесіне соңғы көзімен қарап: осы жерде өз басым қатты жыладым. Қайдағы бір намыс үшін өз ұлын, немересін өлтіруге ешқандай адамның қақысы жоқ. Ал бұл шал түсінбейді. Өзінің туғанын, сен қолыңнан ешқандай ештеңе келмеді. Арсызсың, анаусың, мынаусың, әйелің де арсыз, өзің де арсыз, намыстан жұрдайсыңдар деп атып тастады. Қатты жыладым осы жерде. Сыла бірақ білмейді әкесінің өлген. Сыла екеуі Сәлімнің көлігінде келе жатыр. Сәлімге: ақымақсың, жындысың десе Сәлім оған: сен үшін безбүйрексің, сен қалай дәтің барады біреудің баласын қайдағы Елмаз әулетіне жабуға қалайшалықты дәтің барады дейді. Сыла болса: саған Жанпиза келмейді, сені ол сүймейді дейді. Махир: маған Сәлім, оның сүйгені маған керек емес дейді. Просто Сәлімнің өз ойы бар, жоспары бар. Әйтпесе Жанпиза ешуақытта ғашық емес. Ал мында Жанпиза әлдеқандай болып бұлданып, біз қыздар болып құтыруымыз керек, Сараға үгіттеп жатыр. Сара барғысы келеді. Осы кезде Сабаштың өлімін айтып жатыр, бірақ ешқандай Сабаштың өлмегенін айтып қуанып кетті. Ал Махир келді, өзінің қызының үстіндегі көйлегін көріп: мынаны неге киіп алғансың, шашыңды жібер деп кәдімгідей қызғанып қалды. Тіпті көйлегіңізді жемперге кигізіп қойды. Ондай екеуі осы жерде ұрысып жатыр. Махир дейді: Жанпиза. Екеуінің жүрген жері ұрыс. Bir қараған кезде жақсы көріп қалады, бір қараса екеуі қырылады да жүреді. Махаббаттар осылай ерекшеленеді. Өз басым Махир мен Жанпизаның махаббаты әрі керемет. Сланы үйіне әкелген Сәлім: енді сен ешқайда кете алмайсың деп осылай айтып жатыр. Сәлім: Сыла болса: мен енді ешқашан кетпеймін, сен маған кетуге мүмкіндік қалдырмадың, тіпті кет десең де қасыңнан кетпеймін дейді. Сәлім Сланың бұл сөзіне қатты қуанып қалды, өйткені екеуі алдыңғы бөлімде айтқанымдай бір-біріне ғашық болып қалды. Ал мында Махирдің досы Салик, ол Жанпизаның досы Сара, екеуінің бастары піспей жүр. Екеуі бір-бірінен көрген сәттен бастап нервтары құрайды, бірақ екеуі бір-бірін жақсы көреді. Осы жерде төртеуі де ойын ойнап жатыр. Екеуі Махир мен Жанпиза жұп, Салик пен Сара екеуі жұп. Осындай ойын барысында бір-біріне келіспей, бір-бірін ұрсып, аяғы бір-бірімен татуласады. Ал мында Рашидтің нервісі құрып жатыр.
тіпті ол адамдарына дереу Куршаттың қайда жүріп, не істегелі жүргенін барлығын біліп отыр. Ал Куршат Жанпизаны алып кету үшін үлкен сарайға бара жатыр. Ал мұнда қызметшілер барлығы өзектеп, тіпті Мұхаммед мырзаның атып кеткенін де естіп, жағаларын ұстап, енді соның жаназасына дайындаламыз ба деп әңгіме етіп жатыр. Гүлзар келін, не істедім мен? Барлығы менің кесірім. Мұхаммед менің кесірімнен өлді деп өзінен өзі сөйлесіп жүрген кезде кемпір келіп қалады. Сендер тағы не білдірдіңдер? Кәне айт деп айқайлаған кезде Сланы ұрлап кетуі, Сәлімді ұрлап кеткенін барлығын айтып мойындап қойды. Енді не істеймін деп жатқан кезде қызметшісі келіп, сізге біреу келіп тұр дейді. Әрине ол Куршат еді. Куршат келіп, кемпірді көре сала, қызым қайда, қызымды беріңдер дейді. Әдеттегідей Асеф ханым аузына келгенін айтып, қарғыс тілеп Куршатқа. Бірақ Куршат, сенің маған қарғысың керек емес, маған тек қызымды жібер дейді. Ешқандай қызыңды білмейміз деген кезде, жаңа ғана некелесті. Мен Махир екеуінің некелескенін көрдім, кәне тауып бер деген кезде кемпір есінен танып қалады. Не сұмдық бол деп. Осы кезде Гүлзар қалады. Гүлзар мен Куршат барлық анықтап, тіпті Сланың Сәлім ұрлап кеткеніне дейін біліп алады. Ендігі уақытта Куршат бұл әйелге көмектескісі келіп, тіпті нөмірін қағазға жазып береді. Мұнда 4 жоба отыр. Әлгі махаббат сөздік ойындарын ойнап жатыр. Айтқан сайын бір-бірімен ұрысып қала береді. Бір-бірлерін басып сібейді. Бір-бірлерін жақсы көрсе де жалғасы бар.